Ассалаумалейкум барша Автолайк YouTube арнасының көрермендерінің назарына. Бүгін біз жексенбі Алматы қаласындағы Барыс автокөлік базарына келдік. Осы жерде тұрған автокөліктердің бағаларын түсіріп, сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қазір примерно минус болып тұр Алматыда. Шымкенттен кеп түскеніміз осы. Базарға көліктер әлі жиналып та үлгермеді. Жиналғанын шетінде түсіріп шығара береміз. Жігіттер бұйыртса, Құдай қаласа ертең 16 күні Монғолияға жолға шығып жатырмық. Бұйыртса өзімізге барып сол жақтан автокөлік қарайтын боламыз. Жолдарын көрсететін боламыз. Сол жаққа қанша шығын кететін примерно. Негізі ол жаққа келетін көліктер Япониядан және Южный Корея, жалпы Корея мемлекетінен келеді автокөліктер. Келгеннен кейін заңдастыру, құжат алу сынды барлық процесстерді көрсетеміз. Мүмкіндігінше егер автокөлік керек болып жатса, сол жақтан алып келген көліктерді үстіне көп қоймаймыз енді. Қазірше пәлен алды, пәлен қойып сатамыз деп айтпай қойық. Бірінші алып келейік, одан кейін процесстерін бәрін көрсетеміз. Егер ыңғайлы болса, өздеріңізде барып алып қайтсаңыздар болады. Сол үшін видеоның соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сәттілік тілеп, WhatsApp чаттарға таратып, біз қолдап отырсаңыздар, нұр нұр болар еді. 190 мерстер сатылымда Барыс базарда. Так, жылын жазбаған екен. 2 куб автомат машина 800 мың теңге. Телефон нөмірі тұр. Негізі редке кездестіресің мұндай болған 800 мың базарда. Тем более автомат коробка егер алам деушілер болса, хабарлассаңыздар болады. Телефон нөмірі көрсетілді. Сол нөмірге звондап сұраңыздар. Саудасы бар. Жылы ескі болса да, Мерседеске желаниесі бар жігіттер болса, 93 жылы Мерседес сатылымда Алматы қаласында. 93 жылы машина. 2-2 плита мотор дейді. Телефон нөмір тұр, егер қызық болса кімдегенге. Қыстық баллондар. Сыртқы жағдайы жақсы машинаның жалпы. Көрем деушілер болса. Лупарик Мерседес сатылымда. Мерседес көп түсіріп кетті ғой деймін да. Сонша жерден келгеннен кейін бірақ көбірек түсірген дұрыс деп ойлаймын. Күн су әлі қайтпады шақ. Аязы. 99 жылғы 3-2 автомат 3.995 мың дейді. Телефон нөмір тұр, қызық болса салон белюр. Автомат. Алдыңғы шығарымда көп сұралған машиналардың бірі. Голланд тұр ғой. 95 жылғы 2 куб автомат 2,5 миллион теңге дейді. Расход топлива 10 литр дейді. Телефон нөмірі көрсетілген. Қыстық баллондарда машина. Дайын ғой, бір сөзбен. Пешкісін бір тексертіп алсаң болды. Сыртқы жағдайы жақсы көліктің. Жақсы жағдайда Лупарик тұр. Мерседес рестайлинг 2002 жылғы 2.8 мотормен 5 миллион 800 дейді. Телефон нөмірі тұр. Кімдегенге қызық болса, хабарласып тұрсаңыздар болады. Жазық баллонда әлі машина. Жігіттер тағы бір ескерте кететін нәрсе. Алдында мен видеоның басында айтып кеттім. Бұйыртса 16 күні Монғолияға жолға шығып жатырмыз. Монғолиядан барып өзімізге керекті көлікті сояқтан қарап көрмекшіміз. Сояқтың базарын, актуалын сеналарын бәрін түсіріп YouTube каналға шығаратын боламыз. Сондықтан біздің арнаға тіркеліп, колокольчикті қосып қоюларын сұранамыз. Неге десеңіздер, ертең Монғолиядан шығарылымды дер уақытында көріп, сол уақытта сұрақтарыңызды қойсаңыздар, сол уақытта жауап беріп кететін боламыз. Ол жақтағы көліктердің бағасымен бізге әкеп тіркеп, растамыш, полный бәрін көрсететін боламыз. Сол үшін арнаға тіркеліп кетіңіздер. Көлік керек болса, алып кеп беруге де болады. Жасылғы мініп жүрем десеңдер, тағы бір Мерседес тұр. Сұраған қарағанда Алматыда жақсы сатылады ау деймін Мерседес. Қыстық баллондар, бірақ 60% қалған. Биылғы сезоннан шығарамайды. 93 жылғы 2.2 плита мотор, автомат. Так, 3 миллион 300 дейді сенасы. Телефон нөмірі тұр. Кімдегенге қызық болса, хабарласып көрсеңіздер болады жалпы. Басқа да көліктер түсіреміз.
Қыз келіншектерге қып-қызыл гольф тұр арада. 1993 жылғы 1.8 автомат дейді. 1.950.000 теңге. Баға алдыңғы қарағанда әжептәуір түсіп, негізі базарда байқап жүрген. Купе емес, 4 есік. Как положено. Машина базаға дайындалып шығарылған. Бірден көзге түседі алыстан, тем более қызыл свет болғаннан кейін. С4 тұр жігіттер, сатылымда С4. Так, 92, 2.3 дозатор мотор. 2 миллион теңге дейді. Телефон нөмір тұр, кімде кімге қызық болса. Автомат коробка машина. Дозатор. Бір істе басаң жүрет, бір істе болмасаң расходы деген, ой, бұл машинаны кешірмені ғой. Мынандай кішігірім недостаткілер бар, бірақ сыртқы жағдай жақсы машинаның. Мынандай хэтчбек галант тұр сатылымда. Әлі егес кемеген болу керек. 94, 2 миллион 400 дейді. 2 куб автомат. Телефон нөмірі. Егер қажет болса. Әлі келіп, сыртын жуып тазалаған жоқ, но бірақ сатылымда тұр. Көрем деушілер болса. Еңбек еткен адамға жұмыс табылатын. Аға әпкелерімді де кеп базарда осылай машина жуып күнделікті. Бір машина 1000 теңге тазалап береді екен. Бұл да бір кәсіп. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс көп негізі. Істей білген. Жандар ақша тауып отыр. Китайский автопромның көліктері. Алғашында кірген көліктері MG болу керек. 2013 1.6 мотор, 2,5 миллион теңге. Телефон нөмір тұр. Механикада көлік. Ешкімді қызықтырады деп айта алмаймын. Сыртында жұмысы бар. 2,5 миллионға. Қиындау енді. Недостатқы көп сыртында шпаклек, боялу керек. Көріңіздер енді. С4-ді қойып, мынандай Б4-лерді түсіріп қойып арасында. Іздеп жүрген кісі болса, іздеп жүрген ағайындар болса. Так, 92 жылға 02 дейді. 2 куб бар. Механика 1 миллион 800 теңге сұрап тұр. Телефон нөмір бар, механикада көлік. Егер қарап жүргендер болса, алам деп іздеп жүргендер болса, WhatsApp чаттарына жіберіп қойсаңыздар болады. Б4. Жаздық баллондарда машина. Volkswagen Golf универсал. Тройканың универсалығы. Так, 95, 1.8 автомат 2 миллион 300 дейді. Телефон нөмір тұр. Кімде кімге қызық болса, автомат көлік азанда келді деп жазып қойды. Жасыл түсте. Нарадан тастай аутбак тұр. 4-дан. Зимний баллондар уже дайын. 2001, так 2.5 автомат 4 миллион дейді. Телефон нөмірі көрсетілген. Кожаный салон машина. Шым дайын машина аласың. Бір қарта стаса бар, медеуге бар, бір қайтеп байландырып, білгеніңді істейсің ғой. Сыртқы жағдай жақсы машинаның. Б3 Passat тұр универсал. Шарбаның көлігі ғой. Қанша ғасыр болса да сұранысы мықты көліктің. 89, 1 миллион 400 мың теңге деп тұр. Телефон нөмір көрсетілген, механикада. Жазық баллондар, передний 2 зимний, арты летний. Алып тартса алдына 2 зимний сызам қыстан шығам деп тұр ғой, братан. Әдемі, уақыт келмей зимнийға ауысып кеткен.